Саламатсыздар ма балалар? Менің бүгінгі дайындап әкелген сіздерге тақырыбым жеке кәсіпкерлік дегеніміз не деп аталады? Жеке кәсіпкерлік дегеніміз кейбір жерлерде дара кәсіпкерлік деп көрсетіліп тұрады, ал орыс тілінде біздер индивидуальный предпринимательство, яғни индивидуальный предпринимательство деген сөздің қысқартылған түрін ИП деп пайдаланамыз, яғни ауызекі тілде. Сондықтан да бүгінгі презентацияма мен жеке кәсіпкерлік деген сөзді сізге де маған да ыңғайлы болу үшін ИП деп қысқартып жаздым. Соны ескерерсіздер. Енді кәсіпкерлік, жалпы бізде ИП туралы айтқанда салық кодексі ғана емес, ең бірінші кәсіпкерлік кодексті білуіміз керек. Кәсіпкерлік кодексті ИП-сі бар адамдар, кәсіпкерлік қызметпен айналысамын деп жүрген адамдар осы кәсіпкерлік кодекспен хабардар болу керек. Кәсіпкерлік кодекстің 2-ші бабына сәйкес жеке кәсіпкерлік азаматтарды мүлікті пайдалану, тауарларды өндіру, сату, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету арқылы таза кіріс алуға бағытталған бастамашыл қызмет деп жазылған. Егер манағы өзіміздің атымыздағы мүлікті арендаға беру, тауарды жасап шығару, оны алып сату қызметтерін көрсетіп жатсаңыз, ол кәсіпкерлік қызмет болып табылады. Яғни осы қызметтердің барлығын орындап отырған адам жеке кәсіпкер болып тіркеле алады. Бірақ бізде көп кездесетін қателік: мен тауар сатқан жоқпын, бірдеңе өндіріп жатқан жоқпын, үйде отырып қызмет көрсетіп жатырмын, мен кәсіпкер болып тіркелмеймін, оның тіркелудің қажеті не деген сұрақтар қойыла бастайды. Мысалы, үйде отырып, қарапайым мұғалім деп айтайық, үйде отырып репетиторствомен айналысады. Ол ойлайды, менің осы қызметімді кәсіпкерлік ретінде тіркеуден қажеті жоқ деп. Яғни ол кісі осы қызмет көрсетіп жатыр, және де осы қызмет арқылы пайда тауып жатыр. Сәйкесінше тіркеуіне болатын еді, алайда оны адамдар кәсіпкерлік ретінде көрмей жатады. Негізі кәсіпкерлік ретінде тіркеуге болатын кәсіптің түрі, яғни сіз өзіңіздің кәсібіңізден пайда тауып отырсаңыз, өзіңіздің кәсіпкерлік қызметіңізді негізінен тіркеу қажет. Енді табысына келетін болсақ, қай уақытта кәсіпкерлік қызмет тіркелу қажет? Манаға мен айтып кеткен кәсіпкерлік кодекстің 2-ші бабында жазылған: жалдамалы жұмысшы еңбегін пайдаланса деп. Яғни сіз жұмысшы күшін пайдалансаңыз, адамды жұмысқа алсаңыз, мейлі сіздің табысыңыз 30 000 теңге болсын, егер жұмысшыңыз болсаңыз, сіз ИП ретінде тіркелу қажетсіз. Және де жылдық жиынтық табыс 12 МЗП-дан асса. Яғни бір айда бір МЗП ол 42 500 теңге, ал биылғы жылы 60 000 теңге етіп бекітілді. 2021 жылы, яғни 510 000 теңгеден асып кетсе жиынтық табысыңыз, 2022 жылы 720 200 теңгеден асып кететін болса, сіз ИП-ні тіркеуге міндеттісіз. Алайда біздің қоғамда мынандай сұрақтар бар. Егер сіздің табысыңыз 42 500 теңгеден асып жетпей жатырса, мысалы, үйде отырып торт сатып отырсыз дейік, айына 4 торт ғана сатасыз, бір тортыңыз 5 000 теңгеден тұрады дейік. Сіз кәсіби переводпен, яғни айына 20 000 теңге торт сатқаннан пайда таптыңыз. Сізге салық комитеті келіп, ИП болып тіркеліңіз деп айта алмайды. Немесе сізден табыс салығын ұстай алмайды. Ұстауға олар құқығы жоқ. Өйткені біздің кәсіпкерлік кодексімізде көрсетілген, яғни бір айда
бір жылдық жиынтық табысы 12 МЗП-дан аспау керек. Барлығы анық түрде көрсетілген. Яғни үйден сіз тор сатып отырсаңыз, яғни ИП ретінде тіркелмеуге болады. Ол үшін бізде единый совокупный платеж дейді. Қазақ тілінде бірыңғай жиынтық төлем енгізілген. Яғни ИП-ні тіркемей, ЕСП-ні төлеп жұмыс жасай беруіңізге болады. ЕСП салық кодексінің 774 бабында жазылған. Яғни кәсіпкерлік қызметті, яғни жеке кәсіпкерлікті ашпастан бұрын біздер ЕСП тіркеп, ЕСП төлеп жұмыс жасай беруімізге бізде заңды түрде рұқсат етілген. Енді ИП-ні ашу, яғни сіздерде ИП-ні ашу қажеттілігі туындап жатырса, EliSense KZ сайтында онлайн ашылады. Бірінші, ИП ашатын кезде ең маңыздысы вид деятельности дұрыс таңдау керек. Вид деятельности дегеніміз не? Ол ОКЕТ деп аталады, көп жерде ОКЕТ деп аталады, яғни основной контроль экономической деятельности, 5 таңбалы саннан тұратын код. Егер өзіңіздің қызметіңіздің түрін, яғни вид деятельностін таңдаңыз келсе, Google-ға start.gov.kz деп жасаңыз, сіздің қызмет түріңіз көрсетіліп тұрады. Мысалы, аренда квартиры 68-200, салон красоты 960-20 деген өздерінің сандары бар. Яғни ИП-ні ашқан кезде вид деятельности дейтін кнопканы басамыз, сол кезде өзіміздің, яғни қызмет түрінің ОКЕДін, яғни кодын дұрыс таңдауымыз қажет. Және де сәйкесінше дұрыс салық режимін көрсетуіміз керек. Бізде салық режимі, екі салық режимі бар, арнаулы салық режимі, яғни жалпыға бірдей салық режимі деген екі түрі бар. Және де сонымен қатар Каспий, KZ және Халық банкының приложениялары, яғни қосымшалары арқылы ИП-ні ашу қызметтері көрсетілген. Және де біздер айтып кеттік, вид деятельности бұл ИП айналысатын қызмет түрі дедік. 5 таңбалы код деп айттық. Енді бір естеріңізге салып кетейін. Бір ИП-ні ашып отырып, сіз 4 қызмет түрін таңдай аласыз. Мысалы, мен ИП аштым дейік, 4 қызмет түрін: салон красоты, дүкен, кондитерский және аренда квартиры. Яғни 4 қызмет түрін көрсетіп, бір ғана ИП-ні ашуыма болады. Енді бір адам ғана бір ИП аша алады. Көбінесе мынандай сөз бар: күйеуімнің ИП-сін маған аударуға бола ма дейтін сұрақтар. Яғни қоғамда сондай нәрселер бар. ИП-ні екіншісіне аударып аламыз, ИП-ні сатып жібереміз дейтін нәрсе бар. ИП еш уақытта сатылмайды. ИП-ні жұмыс жасамасаңыз, яғни ИП-ні әр уақытта жауып қою керек. Содан кейін қана барып, яғни әйеліңізге, мысалға айтып жатыр, мен ИП ашу керек болатын болса, өз алдына бөлек ИП ашу керек. Және де бір отбасыға бір ИП-де пайда қасады. Сіз өзіңіз салон красоты, яғни сұлулық салоныңыз болсын, күйеуіңіздің шина монтажы болсын, қызыңыз торт пісірсін, ұлыңыз тасымалдау қызметімен айналыссын, яғни 4 қызметті алып бір ИП-ні ашуымызға болады.